UAB Cup бұл мен үшін белгісіздік, себебі осы мен 4-ші жыл қатарынан не үшін келген білмеймін, бірақ қайта келе беретін турнир. Сіздер түсем, UAB-ліктер. Рахмет. Қайырлы кеш, достар. UAB Cup бұл ғажайыптар мекені. Бұл менің екінші республикалық турнирім және де екінші дәрежелі диплом. Рахмет. UAB Cup бұл мен үшін өте жоғары деңгейде ұйымдастырылатын турнирлердің бірі. Рахмет. UAB Cup бұл мен үшін алғашқы турнир. Және мен осы ең алғашқы турниріме арнаған, екінші орын алған турниріме арнаған өлең бар еді. Кубок емес, маған осы жетеді, сенімдерді ақтағымақ келеді. Ең үздік турнирлердің біреуі UAB Cup ғажайыптар мекені. UAB Cup бұл мен үшін қызыммен бірінші рет болған сияқты. Есімнен кетпейді. Достар, UAB Cup мен үшін бұл кубок турнирлардың ішіндегі, оның ішінде Альфа лигасы, футболдағы чемпиондар лигасы. Мына тең болып саналады. Бұл мен үшін болмыс сынды. Қажеттілікке, қажеттілікті қажетсіздігіне алдыратын ғажайыптар мекені. UAB Cup бұл мен үшін жақсы төрешілік, жақсы достар және әдемі тамада. UAB Cup бұл мен үшін 126-шы аудитория. Аудиториядан шыққаннан кейінгі Абылай ханның айқай-шуы. Рахмет. Достар, UAB Cup мен үшін ол 1-8 шу. Әрине жоқ, олай емес. UAB Cup мен үшін армандардың орындалуы. Сол себептен UAB Cup алға. UAB Cup бұл мен үшін тегін фуршет. UAB Cup бұл мен үшін әрдайым позитивті көңіл күй. UAB Cup бұл мен үшін әуесіп бауырлармен бірге ойнап күліп, азаннан кешке дейін, кештен түнге дейін бірге болу, көңілді, мәңгі есте қалатын көңілді сәттерді, ұмытпайтын естеліктерді сақтап қалу. Былайша айтқан кезде өмірінде болатын ең бақытты шақтардың бірі. UAB Cup бұл мен үшін пікірсайысқа деген нағыз махаббат. UAB Cup мен үшін әділдіктің белгісі. UAB Cup бұл мен үшін жаңа достар, жаңа таныстардың белгісі. UAB Cup бұл мен үшін, айналайын. UAB Cup мен үшін қара шаңырақ және де достықтың мекені. UAB Cup мен сіздерді сүйемін. UAB Cup мен үшін шынайы әділдіктің отаны. UAB Cup'тық достарға рахмет. UAB Cup бұл мен үшін әділетті әрі сапалы турнир. UAB Cup бұл мен үшін өмірімнің жаңа беттері, сонымен қатар қызықты сәттер. Және де UAB-ге арналған ән. Достығың қайнап тұрса, Алматы жайнап тұрса, жүрегің қалап тұрса, қалма турнирден ешқашанда, отбордан шықпасаң да, кубокты алмасаң да, қайтпа достарың барда, шаршамат алма, жасқанып қалма, UAB тек алға, шалдар сынаса, көңілге алма, әніңді жалға, Алматы тек алға. UAB Cup бұл мен үшін достар, бұл мен үшін менің алаяқтарым, бұл мен үшін альфа мен бета, яғни нағыз тарландардың, нағыз мықтылардың соғысы. UAB Cup бұл мен үшін махаббат отаны. Махаббат сүйер қауым, үздік төрешілер, көптеген шынайы достар. Бұл UAB Cup деген мен үшін керемет нәрсе. Рахмет сіздерге. Gel kuşakka yen canım, valla 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 sen bağım. Suygenin kayda, suygenine basımdı yegenin kayda. Şağıtay almay şarşayım кейде мұндайға. Şöyle gölüm yenен, gölüm деп тұрып, suygenin kayda. Ökünletin мәжін деп benlemene. Өзгердің қалаған кетірді сенім сенде, басымды иіп көріп сәлем десем бенде, мүркілдің биіктеніп өзгеріп. Мен амандасайын, ассалаумағалейкум әлемде. Let's go back.
Келесі Конгресс пікірсайыс клубы. Келесі Парасат Конгресс клубы. Келесі Астана құрамасы. Еткер, Ерназар. Келесі Шымкент құрамасы. Келесі Семей құрамасы. Келесі марапаттау еркін ойлар алаңы. Келесі Қызылорда. Келесі Салауат пікірсайыс клубы. Ең соңғы үздік қонақ жаңа идея. Жалпы халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Айбенұлының құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінде көрермендер көзайымы атты номинациямен еркін ойлар алаңы сенімі атты фракцияны Тимур Тұрақбаев мырза. Халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Айбенұлының құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінде ең креативті команда номинациясымен Рухани Астанадан ең креативті команда ойда жоқтан. Халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Айбенұлының құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінде чемпиондар командасы номинациясымен фракция финал марапатталады. Осындай номинациямен Төреғали Аружан марапатталады.
Оян қазақ! Ең позитивті команда, жастар фракциясы. Қыздардың өнері ең үздік ою номинациясында парасатты НЛО пікірсайыс клубы марапатталады. Өнерді қыздар шапалақ! Ең үздік команда номинациясымен Абай топырағынан фракциясы. Енді үздік төреші, мен ойымша, жеке өз ойымша, осы дәл үздік төрешіге лайық, ол Нұрдос Мырза. Келесі үздік төреші Шамшырақ Абдрахман. Молодец, красавчик! Тағы үздік төреші керемет жан Жадрасын Берекетова. Келесі үздік төреші Сейіт Рашид. Келесі үздік төреші Жанерке Төлеуова. Пікірсайыс турнирінде үздік команда номинациясымен Тұран 2 фракциясы марапатталады. Бесінші республикалық пікірсайыс турнирінде ең стильді пікірсайысшы номинациясымен Башен Данияр мырза марапатталады. Дәл осындай номинациясымен Қадырсызова Гүлім ханым марапатталады. Бүгінгі турнирде нағыз UIB номинациясымен Мылтықсыз майдан фракциясы марапатталады. Және бүгінгі республикалық турнир жұлдызы Ермай фракциясы. Молодец, красавчик! Бітті. Енді қазір бір нәрсе айта кетейін. Гүлім Қадыровтың 2 жыл подряд алып жатыр. Игілген фильм. Егер координаторларыңыз қасыңызда болмаса, Айгүл Әлішермен көріңіз. Бадаш Продакшн, Бажай Entertainment ұсынады. Нұрсәуле, аңғара, дәкің саған көз түскен секілді. Келетін дөңдегі бұс, 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 бұс.
жақсыңдар сөйле жағдайың қалай? Жақсы өзің. Қалай, жалпы бесекі пост салып жүрсің ба? Жоқ, арасында ішіп пысқан кезде осылай жатырып салатын ба? Молодец. Кешке не қыласың? Хабарласақ болады шығар мүмкін. Иә, екеуміз былай жүріп, былай қыдырып, сен солай соғышсың. Дәулетіңге ұқсадың ба? Жоқ, правда, дәулетіңге ұқсадың. Осылай ұқсадың ба? Бұны қалай тұрады өзі? Міне, ауылыңа қалдым. Дәулетіңге қандай тамаша. Ой, ашық посттар салып, ашық комментариялар. Арасында комментариялардың арасында пост салып кететін бар еді. Болмайды ғой, бірақ мен посттардың мүше беруге бекілеу. Сен не мен посттарын бәрін мүше бересің, а? Өзі болды ғой, бека. Сен не қоймайсың, бека, а? Дәулет. Досың айтты, сен мен посттарын мүше бермесің. Қойсай, қоя алмаймын. Далаға шықсам да қоя алмаймын. Админиктен алып тастасам да қоя алмаймын. Қойсай деймін мен саған. Дәулет қой деймін мен саған. Мен қоймаймын постаға. UIB пікірсайыс клубын Қош, Альбек, сен ешқандай сөзіңе тұрмайсың ғой? Слышь, ты че такая дерзкая, а? Деген азаматты 4-ші республикалық асық чемпионатының жеңімпазы ретінде. Енді екі лигадағы 4-ші орыннан бастап 1-ші орынға дейін, яғни барлық чемпиондарды анықтаймыз. Біріншіден, үздік талпыныс, Б лигасындағы үздік талпыныс, яғни 4-ші орын иегері құттықтау үшін ортаға сөз беріп келіп отыр. Үздік талпыныс номинациясымен Сырттандар фракциясына Азизбек Көбек. Енді Б лигасының 3-ші орны, оны жариялауға және сыйлықтарды грамотын беру үшін ортаға Елдар Мырзаны шақырды. Халықаралық теннис университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Әбенұлының құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінде Б лига бойынша 3-ші орын иегері фракция генерал мен офицер. Сіздер барлықтарыңыз білесіздер, Б лигасындағы жағдайды. Сол себептен осындай орын иегерлері енді 2-ші орында жариялауға ортаға Б лигасының бас төрешісі Ильясқа беріледі. Ильяс.
кеш жарық қадірменді дебатерлар. Енді Халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Әбенұлының құрметіне арналған 5-ші республика пікірсайыс турнирінің Б дәрежесі бойынша екінші орын иеленуге келетін. Ол өте қызық жағдайларда. Осы біздің финалдық ойындарымыз қызық өтті шынымен де. Егер менде шагометр болса, мен білмеймін қанша километр жүгіргенімді осы универде. Өзі байқаған шығарсыз, біздің универ кішкентай, бірақ сонда да осы 2 күннің ішінде бір 100 километр ары бері жүгіріп тастаған шығармын. Енді жарайды, тікелей. Ал? Енді жарайды. Екінші орын иегерлері Бұлар. Айтпа, тұра тұр. Асықпай. Елес қайырсай. Көріп еттің ғой. Бүгін қашан жинап кіреміз? Ау? Қашан жинап? Білем, көреміз қазір. Кейін неге орамыз қайтеміз? Экран ұштайсыз. Ау? Жоқ, кейін қайда тұрамыз? Бастықтардың балалары. Және Б-лигасының бірінші орнын ресми түрде ұсынатын Ахмет. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. Халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Әбенұлының құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінде Б лигасы бойынша бірінші орын иегері Оратор фракциясы. Мәселе біз қай жерде тұрғанымыз емес, қай бағыт ұстанғанымыз маңызды. Шынымен бүгінгі таңда қай лигада ойнадың бұл маңызды емес, сен қай бағытты ұстанған маңызды сияқты. Себебі болашақта дәл осы UIB-дің бета лигасы бұл бізге деген керемет бағана құлшыныстардың мотивация, болашаққа деген жол ашу, білмедім, сондай сияқты нәрселерге бізге үміт береген, бізге шабыт берген турнирдің бірі болып табылады. Себебі бұл біздің Заңғар екеміздің бірінші клубымыз. Әрине барлығымыз бірінші сүйген қызымыз есімізде, бірінші рет сол сияқты да UIB мен үшін бірінші рет келіп, бірінші рет алған үшін әрдайымда қымбат және ыстық болып табылады. Бүгінгі күннен бастап. Керемет турнир, керемет ұйымдастырылған турнир, керемет гид, керемет атмосфера, көңіл-күй, құрметті ханым мырзалар. Барлықтарыңызға рахмет. Нұртілеу, Бекарыстан, бізді дайындаған ұстаздарымыз, аға буын, сіздердің үміттеріңізді кішкентай болса да ақтадық деп үміттенеміз. Барлықтарыңызға рахмет. Мен көп сөйлемейтін адаммын. Біз немеде пойыздан кеш қалған болатымыз ең басында. Пойызға кеш қалды, пойызға билет жоқ болып қалды. Не істеріңіз білмеймін. Талибамен келдік. Бәрі таң қалды, біз бәрінен соңғы отырғанбыз, сосын бәріне бірінші рет болдық. Содан кейін сол Талибамен келгенімізді ақтадық енді. Рахмет, болсын. Бір кубок Астанаға жетті. Жақсы, енді
ПДФ чемпионын анықтау үшін сөз беріп келе отыр Бекжанге. Ассалаумағалейкум достар, көпшілік апайын, сол уақытта біраз салып қалыпты. Енді бірінші ПДФ наші екі грамота бар, біреу үздік спикер, екіншісі ПДФ-тің чемпионы. Сонымен диплом Халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Әбенұлының құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінде үздік спикер номинациясымен Айтуған Ноғайбаева марапатталды. Жақыннан бастап, ЕАБ негізі ЛГ-ның орнына ПДФ клубының ішінде болмасын, жалпы неде болмасын ойнауды салт дәстүрге егіспелештікпіз. Сонымен де 5-ші турнирімізде де ЛГ-ның орнына ПДФ қойып отырмыз. Сонымен де ПДФ Астана ойнады турнир. Астаналық достарымыздың көмегімен осы ПДФ ақында үйреніп жатырмыз. Жалпы ойындарын, нелерін бүгінгі кеше күні болған менің төрешілік ойындарында модераторлық және таймкиперлік қызмет істеген Бекарыстан бауырыма және Назымға көп рахмет айтқым келеді. Және сонымен енді көптен күткен ПДФ ойынның жеңімпазы, мен осы жерде өзім көрген жоқпын, сонда да осы залдың сонда бір керемет шуылда өте қатты қошемет көрсетіп жатқан бір керемет ПДФ ойын болды деп ойлаймын. Сонымен сол ойында жеңіске жеткен 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінде ПДФ форматы бойынша жеңімпазы Ескендір Бектайұлы марапатталды. Рахмет бәріне ұйымдастырғандарыңызға. Дәл осы турнирде Бекарыстанды өкілет байғатайын. Сабыржанды жақынырақ таныдым, танысқаныма рахмет. Айтуған ханмен ойна мүмкіндігін бергендеріңізге тағы да рахмет. Одан кейін мана айтқым келеді. ЕАБ-дің бірінші күні осы жерде Аружаны қарындасым ән шырқады. Маған қатты ұнады. Талабыңызға нұр жаусын дегім келеді және болашақта жауапты болсын. Лигасы бітті, үздік төрешілер бітті, ПДФ чемпионы анықтады, енді Альфа Лигасы қалды. Енді Альфа Лигасының 4-ші орнын құттықтау үшін 4-ші орынмен ортаға бүгін бізге келіп өз өнерін көрсеткен Асқар бауырымызды шақырып сыйлап отыр. 4-ші орынға импровизация деген нәрсе жоқ. Мен шынымды айтсам, мен андай оқу жағынан, оқу айту жағынан мен білім сәл төмен мойындау керек. Әдемілеп көргем деп айта алмаймын, қолдан келгенше оқып берейін, жазылған бойынша. Бүгінгі диплом марапатталады Халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Әбенұлының құрметіне арналған республикалық пікірсайыс турнирінде үздік талпыныс номинациясымен оратор мен директор оратор ғой, оратор мен директор Амангелді Бөкелеев. Басқа диплом маған беріп жатыр, қарасам фамилиям жоқ дейді.
мен өзім алғаш келгенде біреуі ей брат модемімді берші деп біреу келгенде бояғай қойыңызшы деп келген екі бала екеуі бір біріне қарсы бет әлемді финалда ойнады. Маған бұл шындағанда үлкен бір қобалжу болып қайсысын тақымын қысам деп. Себебі екеуіне дайындадым, екеуінде қолынан ұшты, екеуі де жылады, екеуі де келді, ұрыстың, тәбішке лақтырдың, ортық лақтырдың, боқтадың, бәрі болды, өздері біледі. Бірақ бүгін мен 4-ші орын алғаныма еш мұңаймаймын. Себебі мен одан да керемет жетістікке жеттім. Мен екі балам, екеуі де екі орта. Бұл мен үшін менің өмірімдегі ең ұлы жетістік болды. Мен шын мәнінде мақтанамын. Себебі алғаш келгенде жылап келген біреуі ұрсып келген балалар республикалық турнирдің сахнасында төрінде ойын көрсетті. Сол үшін UAB-ге рахмет. Дебатқа адам неге келеді? Бір машина бермейді, үй бермейді, жұмыс көтермейді. Шын қыздар жігітті неге келеміз ойланып? Мына кубок подарок шындағанда бір түк емес, темір қалып кетеді. Соның осы сұрақты іздендік. Мен әр ойын біткенде UAB-ні көрем ойын. Ескендер Мырзаның сөздерін, Ақеркемен ойнаған финалын, Сабыржандардың ойындарын қайда запис бар көруге тырысам, не айтылды дегенге. Бірақ бәрін айтылатын бірақ нәрсе. Дебат менің керемет досым, бірақ жоты көп болды, конгрессті көрмедім. Ол құндылық критерий ол дебатты айтқан. Ендеше достыққа алып келетін дебат жасасын дегенге. Ол нағыз орта. Бірақ негізі речінде айтуға келдім. Қынжылтатын дүние. Достар, ішіңіздегі айтып сол мұңым шығарып ана сені ұмытпайықшы. Кім ұтады, оның артынан күй жаппай-ақ қояды. Бәріміз айтамыз. Кім жеңеді, ол жамандамай-ақ қояды. Шын жеңімпаз жеңді. Себебі ол дайындалды. Ұтылған кісі оған жетпей қалды. Бірақ ол әлсіз деген сөз. Екеуі де ғалып. Ендеше осы қағидаттың жеткеннен көп азаматтар дебаттан кетеді. Себебі ол ұтса жаман атты саясатпен алып, ұтылса ядай ұтылып қалды дейді. Осы қағидатты құртсақ, дебат бұдан да керемет болады сөзсіз. Мен конгресстің сөзімді қайталап айтам, биыл феномен. Және сол феномен бірақ өкінішке PDF-те шықпады. Бірақ финалдың феномені болды. Финалдарды жағы. Ендеше Яназар бастайды. Ал бана тәттірік ауға екінші көңін алу мүмкін. Рахмет сізге. Ана, тойда болған, Берамат алмайдыған камара болған, сол сияқты болып. Болды, осылай жақтар. Кешірді маған. Түсіндеген қасында. Мен не істеймін? Төлейін ба? Рахмет. Дәулет Естанов, марапаттайды. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін қош келдіңіздер. Әзіл. Мен көп сөйлемеймін, бірақ бір ескерту айтамын сіздерге жалпы. Мынау заманда жалпы ойындарымыз көріп жатырмыз. Бүгінгі қызықтың бәрі жалпы пікірсайысшылардың түрін көрдім. Екінші күннің таңынан бастап өте қызық жағдайларға душар болып жатырмын. Жалпы тар жол тайғақ кешуде мен қазіргі жас буынмен бірге жүрмес едім деп айттым. Құрметті достар, жастар осыны өздеріңізге ескертіп алыңыздар. Не істегендерін өздеріңізді білетін шығарсыздар. Енді көңілдірек деп қояды. Көңіл түрде үшінші орын иегерлерін марапаттасам, жалпы бұл команда өте былайша айтқанда атақты. Атақты болғанда атының өзі атақты дейсің бе? Жалпы спикерлердің өздері де Қазақстан Республикасында біздің пікірсайыс әлемінде көптеген үздік спикерлер болсын, республикалық турнирлердің өз университетінің республикалық турнирінің жүлдегерлері бар арасында да айтқым келеді. Көп созбай, халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Әбенұлының құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінде Альфа лига бойынша 3-ші орын иегері фракция микстеп Айтуғаш Ноғайбаева. Бауыржан, қоса дейсің керек.
сіздерге рахметімді айтамын өте. Құрметтеп, осындай арамызда қоғамда жастардың болғаны өте қуаныштымын. Мен сіздерге көп рахмет естіп, адамның атымен зат ағасын дейді ғой, әрқашанда заттармен ағасын. Енді ең сондай бір сәт сондай. Кім жеңді? Кім UIB 5 турнирінің жеңімпазы? Ол астаналық The Champions па, немесе астаналық император мен сенатор ма? Міне, финалдың есебі 6-3 айтпай сайын. Финалдың дәрежесіндегі ойын болды деп ойлаймын. Мен өзім дәреже болжам, бірақ осы орындарды құттықтау үшін клуб координаторы Ернарды және де біздің клубтың алғаш кірпішін қалаған Айтолхан Қабдахмет. Халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Әбенұлы құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінің Альфа лига бойынша бірінші орын иегері. Жарайды, екінші орын иегерінен бастайық. Аспа, шаш орын. Кім болды екен? 6-3. Оны Астана алды. Астана құтты болсын. Екінші орын иегері император мен сенатор. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Жалпы осы турнирге келмес бұрын Бақытжан Семейден әріне арнайы үйге келіп, бір апта сөйтіп дайындалып, сөйтіп келген болатынбыз. Қызығы сол, кететін күні бізде жаңағыдай не болды? Тұрсынбек Қауаттың бір шоу, сол кезде Асқар Көмекбаев ойнаған, соны мақтап Бақытжан екеуміз кәдімгі бүгін живой көргенде қуанышты болып отыр. Енді не айтқым келеді? Мынандай нәрсе, Израильде бір ең үлкен университет бар екен да, соның маңдайшасында жазу бар екен. Біз Құдай бермеген білімді бере алмаймыз дейді. Мен де айтқым келген сол, Құдай бермеген көкті ала алмай, бұл Құдайдың алауы болады. Шынымен UIB капқа, UIB-лік пікірсайыс клубына ең үлкен рахметімді айтқым келеді. Осындай мен қатысқан турнир емес, маған дейінгі қатысқан турнирлер ішінде ең көп команда жиналып, ең үлкен фаворит командалардың көп болуы осы саласы UIB капты ғана білетінді, және бұл тек қана тоқтау болмай, ағалай жалғастыруына тілектеспін. Рахмет. Неден бастап өтірмесін. Жалпы былайда бірінші осыдан бастайын. Өткен апта емес, оны алдыңғы апта Семейде Конгресс кап деген турнир болған. Сонда Бекарстан екеуміз ойнап, жеткерме Ерназарға қарсы финалда ұтылып қалғанбыз. Енді әзір әрине, бірақ жеткендері осыдан кейін видеолар қайталанбаған деп тұр десек. Енді жалпы мынандайда біз Астанада солтүстікте турнирлерге көп шығып жүргендіктен өзім оңтүстікке көп келмейтінмін, бірақ Алматыға бірінші рет, жалпы турнирге бірінші рет келіп тұрмын. Енді өзім алған әсерлерімді айтайын, 1-8-ден бастап, енді Бектілеу мырзаны әлеуметтік желілерден ғана көріп, былай нетіп жүретінім, жақын танымайтын едім. Ол кісіні адам ретінде және де төреші ретінде таныдым. Мынандай болады, төрешілер болады, өзің айтып жатқан нәрсені қабылдап жатқандығына сенімді болсын. Келесі төрешілер болады, айтып жатқан нәрсені қабылдамайды немесе басқа өзіңді дискомфортна сезесіңді, бірақ Бектілеу мырзаға айтып жатқан кезде жалпы кез келген нәрсені жақсы қабылдап, осы сол, яғни ары қарай жақсы ойнауға мүмкіндік аласың да кәдімгідей. Содан кейін Айтолқанның төрешілігі өте ұнады, жүйелі төрешілік.
өзім байқап тұрмын, қалай мен сөйлеген кезде не жазған, 6 қақтықсын нүктесі басқа тым жазған. Біз төрешіге кеткенде ананы толтырып жазып аламыз да өзімізге керек болады. Негізі болашақта осындай нәрсе болса, турнирлердің сапасы ары қарай артады деген сенімдемін. Енді бұл турнирге жалпы бүкіл UIB-лік ұйымдастырушыларға, сонымен қатар Саматты осылай арнайы шақырғандығына қатты ризамын. Өйткені бұл турнирде осал команда Альфа лигада немесе Бета лигада болмады деп есептеймін. Жалпы осындай арландар мен тарландардың арасында финалға шығудың өзі үлкен жетістік. Енді өмірімде 5-ші рет финалға шығып ұтылдым. Енді өзім жас буын тәрбиелеген соң бірінші первоштан турнирінде 2-ші орын алған үшін айтатынымда, яғни финалға шыққаннан кейін неге до конца ойнамадыңдар немесе уже 2-ші орын алатынын анықтай егер ұтылмасаң, бірақ неге 1-ші орын алуға талпынбадыңдар деп айтқан едім, сол сөз өзіме қатты тиіп кетті. Рахмет көп. Мен бір-екі ауыз сөз айтайын. Бірінші орынды Ердар мырза өзі береді. Клубтың координаторы, менен жоғары адам. Бір-екі сөз айтқым келеді. Мені бір эпизод өте қатты былай айтқан кезде қызықтырды және қуантырды. Финалды көрген кезде мен екі тараптан да өте біріңді азаматтарды көрдім. Есімдерін атамай-ақ қояйын, ешкімді бөліп жарғым келмейді. Бір кездегі мықты ойнайтын пікірсайысшылардың деңгейінде ойнаған пікірсайысшыларды көрдім. Егер аға буын өкілдерін көрсем айтатынмын, сіздерден мықты және сіздерді ұтатын азаматтар бар деп. Сондықтан да Астана рахмет. Көбінесе мынандай үрдіс қалыптасқан, біз ойнап жүрген кезде, Алматыға келген кезде регион мүлдем кубок алмайтын. Алса бірен-саран. Өте қуантады, Қазақстанның Алматы ғана емес, енді Қазақстанның түкпіріндегі региондардағы, қалалардағы дебат клубтары келіп, алғашқы орындардың бәрін алып кетіп жатқаны. Бұл Қазақстандағы географиялық тұрғыдан дебаттың дамығанын көрсетеді. Енді бірінші орында Халықаралық бизнес университетінің президенті Сағадиев Кенжеғали Әбенұлы құрметіне арналған 5-ші республикалық пікірсайыс турнирінің Альфа лига бойынша бірінші орын иегері The Champion командасы. Ескендір ағамыздың былтырғы айтқан, биылғы айтқан жалпы кубок алсам, қуанбауға тырысам және қуанбаймын деген нәрсесін өзінше ұстанып жүргем. Бірақ осы UIB Cup 5-ші турнирдің кубогын алғанда шынымен өте қатты қуанып тұрмын. Шынымен менің қазіргі сезімім Чемпиондар лигасын ұтқан Реал Мадрид немесе Түрквижн ұтқан Жанар Доғалбадан да артық десек артық болып тұр. Мынандай нәрсе, былтыр осы Ерназар екеуміз The Champion фракциясы Конгресс капқа бардықта полуфиналдан ұштық. Былтырғы. Одан кейін тура осы UIB капқа келдік та полуфиналдан ұштық. Енді биылғы Конгресс капты да алдық, және де UIB капты да алдық. Бұны мақтанып айтып тұрған жоқ, неліктен айтып жатырмын. Өткенде Конгресс капты да айтқам, тағы да қайталап айтам, егер де ұтылып қалсаңыздар, ұйымдастырушылар жаман, төреші жаман, немесе саясат болды деп шу шығарғанша, келесі жылы келіп, именно осы турнирдің кубогына лайықты екендеріңізді дәлелдеңіздер. Барлығы өз ойындарының құлаған жерлерін айтып жатыр екен. Мен екі айтпаймын, мен қысқа айтамын. Мен 11 рет қатарынан турнирде 4-ші орын алғам. Барлығы өкінеді, бірақ адамда бір қасиет болу керек, ешқашан берілмеу керек.
яғни осы 4 жыл бойы жүрдік. Сабағын не, барлығын қойып, осы дебатқа акцент қойып, енді бір бастадым, енді бір түбін түсірмейді болсын деп. Осы жолда мен басында қуып келдім, рас, нәтиже көрсетті, бедел жинап. Бірақ одан да айтпақшы, енді бағана да айтты, достар таптым жанында, әрбір регионның Уәке сияқты ағамыз бар, әрбір регионның Сәкен сияқты, Есаға сияқты, енді айта берсем аттар шексіз енді. Әрбір регион өзінің ағасы, кішкентай бар атасы дегендей, тура сол сияқты. Енді ең бастысы немен? Осы UIB Cup турнирінің кубогы өте ыстық неліктен, ол біріншіден нағыз мықтылардың сайысы болды. Нағыз тарландардың, нағыз арландардың шайқасы болды. Барлығы бетке башы Атырауды алты команданың арасында. Енді сол фильмді құтылатын шығармын деп. Қалдым, оның барлығы рас. Мен ең бастысы сол. Аңсаған арманыма осы бүгін дәл қазір міне жетіп тұрмын, және осы сөзді сөйлеп тұрғаныма шын жүректен бақыттымын. Және осы ең қымбат сезімді маған сыйлаған UIB-дің ұлдар жігіттері, қыздары, және бас төреші барлық осы UIB-дің қыз ұлдары, жігіттер, тура сол сияқты. Енді қуаныштан сөздер тылықта бастадым. Сол достар. Барлықтарына рахмет. Сіздеріңізге түзген болсын, әрқашанда берілмей, мақсаттарыңызбен, армандарыңызға жете беріңіз. Жақсы, отырыңыздар. Жақсы, рахмет. Достар, өте көп рахмет. Орын жүлдегерлерді төмен түссек, айтылған барлығымыз суретке түссек. Бауыржан, суретке түссек. Сағат 11-де аяқталған турнир үшін. Аяғына дейін күтіп, нәтижесін көріп, және турнирға келіп қатысқандарыңызға және жүлдегерлерді өзім достар қауымым үшін. Бөтті, барлық жүлдегерлер түсеміз. Барлық жүлдегерлер.